Бірінші правило. Официант всегда прав. А если официант не прав? Помни первое правило. Біздің ұран? Өзімізді қорғаймыз, клиенттерді қорлаймыз. Так, әріптестер. Максимально қарамайсың. Былай келдің, қойдың. Осылай, көрінді ме? Саламатсыз ба, сіздерде диетический тамақ бар ма? Сен ренжіме, бірақ сенде азуға шанс жоқ. Мен немене ойлайсыңдар, базар фильтровать етіп сөйлемейсіңдер ма? Бұл біздің ресторанның форматы ғой сондай. Тездетіп айтсаңдаршы малдарына. Ерекені сөйлеу керек, клиенттерге ұнайды еще. Түсіндім дайшы. Дайындық қой енді, формат дегендей. Бұл книга жалоб. Ал енді бұл книга терпейіл. Туысқандардың бәрін басын жинап, ішіндегі бәрін шығаратын ресторан екен да. Не жейсің, тез заказ берші. Сен өз клиентпен қалай сөйлесесіз? Клиент бізде әлде қандай болмаңдаршы. Сторис түсіресіңдер, қайтасыңдар. Кафенің форматы сондай ғой. Ондай формат үйде де жетеді.